Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бикеш саусақтары деп аталатын тортты, яғни орысша айтқанда дамский палочки тортын дайындайтын боламыз. Бұл торттың құрамына разрыхитель сливки қосылмайды. Үйдегі бар заттармен керемет тортты шығаратын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 250 грамм суымызды құйып, үстіне 100 грамм сары майымызды салып ертіп аламыз. Шамалы шым-шым тұзымызды саламыз. Сары майымыз әбден ерігеннен кейін астын сөндіріп, ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Және де ұнымыздың барлығын бірден салып жіберемін. Суымызды газда қайнатпаймыз, тек қайнағанша ұстаймын. Осылай қасықтың көмегімен араластырып, судың барлығын ұн бойына сіңіріп алады. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Мен 1 минуттай араластырдым. Осы дайын болған қамырымның үстіне бір-бірлеп жұмыртқамды салып, жақсылап араластырамын. Басында жұмыртқаны салған кезде қамырымыз осындай қалыпқа енеді. Бір-біріне жабыспай, біркелкі болмай қалады. Оған қорқудың қажеті жоқ. Ештеңеге мән бермей, барлығын жақсылап араластырамыз. Біраз араластырғаннан кейін осындай бір қалыпқа енеді. Содан кейін екінші жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мен ингредиенттердің астына 4-5 жұмыртқа деп жаздым. Негізі жұмыртқаны қанша салу керек екенін ешкім нақты айта алмайды. Өйткені жұмыртқаның көлемі әркімде әртүрлі болады. Қай уақытта дайын болғанын қазір мен өзім көрсететін боламын. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді кондитерлік мешокқа салып, барлығын осылай орналастырып шығамыз. 180 градуста жарты сағатта пісіріп аламыз. Дайын болғанша кремімізді дайындаймыз. Үйдегі 25% қаймақтың үстіне сахарный пудрамды салып, жақсылап миксермен араластырамын. Міндетті түрде қаймағымыз салқын және де қою болу қажет. Дәм беру үшін ванилин қоссаңыздар да болады. Мінекей біздің қамырымыз дайын, бикеш саусақтарына креміміз дайын. Енді тортымызды ыдысымызға әдемілеп жинап шығамыз. Мінекей барлығын ыдысымызға салып алдым. Енді осылай бетіне сәндік үшін шоколад пен жаңғақты пайдаланамын. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алда әлі талай рецепттер салатын боламын. Сондықтан да маған қолдау көрсетіп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.